Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай фунчозаны алып, дайын сатылатын ыдысымызға салып, үстінен қайнаған суымызды құйып, 15 минутқа бетін жауып қалдырып қоямыз. Енді табамызды алып, сұйық майымызды құйып, қызған кезде туралған ұсақтап пиязымызды салып, жақсылап қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Он 15 минут өткеннен кейін біз осы лапшамызды бөлек ыдысқа жақсылап суынан сырғытып, сүзіп аламыз. Үстінен дайын қуырылған пиязымызды саламыз. Осылай балғын қиярымызды, қызанағымызды, қызыл тәтті бұрышымызды және көк шөптерімізді ұсақтап турап алып, үстінен салатын боламыз. Оның үстінен таяқша етіп туралған піскен етімізді саламыз. Ет қоспасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Және менде кептірілген сарымсақпен дәміне қарай тұз салдым. Оның үстінен зәйтүн майын және де соевый соусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сіз дәміне қарай өзіңіздің қалауыңыз бойынша түрлі дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Міне бізде осындай әдемі және өте дәмді салат шықты. Енді қалаған ыдысыңызға орналастырып, қонақтарға ұсынсаңыз болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Менің келесі видео рецепттерімде кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі, әрдайым тек жақсы күндерде жолығайық.